жазғы каникулым өте қызықты өтті. Жазғы демалысымды мектеп кезінде қатты күтіп едім. Енді міне, сол демалыстың санаулы соңғы күндері өтіп жатыр. Алайда, демалысымның тез аяқталғанына жабырқамаймын. Себебі мектептегі достарымды, ұстаздарымды қатты сағындым. Каникулымның барлық күні қызықты әрі есте қаларлықтай болып өтті. Әдетте, көп балалар демалыс күндерін басқа қалада өткізгенін қалайды. Ал мен демалыс күндерімді ата-анамның қасында өткізгенді қалаймын. Мен үшін туған жерімде өткізген демалыс күндерім өте қызық. Менің бұл жақта достарым өте көп. Біз ер бала болғандықтан көбіне футбол ойнағанды жақсы көреміз. Алайда, одан да басқа түрлі ойын ойнаймыз. Каникулдың ортасында нағашы ата-әжем тұратын ауылға барып қайтамын. Ол жақ мен үшін тамаша мекен. Каникул басталса, мен әсте сол жаққа тартып тұрады. Неге екенін білмеймін. Ол жаққа барсам, нағашы апамның ерке немересіне айналған соң шығар. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ноғайбекқызы Мариям. Менің жазғы демалысым өте күшті әрі өте керемет өтті. Себебі менің жазғы демалысым тауда болды. Біз тауда балалармен қыдыратынбыз, ойнайтынбыз, костерлі жағып үлгердік. Керек болса, қарағайдың ішіне кіріп, біз әртүрлі саңырауқұлақтар теретінбіз. Және де қарағайдың ішіне кіріп, біз шишка атысатынбыз. Анау таулардың басына дейін шығып, жарысатынбыз. Бізде осылай жазғы демалысымыз тауда тез-ақ өтіп кетті. Саламатсыздар ма? Менің атым Әбділда Айым. Мен жазғы демалысын Алматыда өте қызықты өткіздім. Алматыда мен зоопаркқа бардым, Мирфантазияға бардым. Мирфантазияда өте қызықты әртүрлі ойындар бар, әртүрлі аттракциондар бар. Ал зоопаркта жануарлардың түрлері көп, бір жануардың әр түрлерін көруге болады. Және отбасымен мен тауға шықтық. Тау өте биік, таза ауасы жақсы. Менің жазғы демалысым өте керемет өтті десем де болады. Қалаға барып, туыстарыммен қыдырып, жақсы істер жасап, анама көмектестім десем де болады. Жазғы демалыс өте қатты ұнады. Көрмеген жерлерге барып